Қаражал қаласына қарасты Жәйрем кентінде бокс залы ашылды. Спорт кешені ішінен іске қосқан жаңа залда күні кеше жасөспірімдер арасындағы турнир өтті. Мақсат әріптесім әңгімелейді. Бұл Жәйрем кенті жастарының араға 10 жыл салып, заманауи залы бар бокс спортымен қайта қауышқан сәті. 11-12 жастағы балғындар арасында жалауын көтерген турнирге 100-ден астам жас спортшы қатысты. Алғаш болып шаршаланға шыққандардың бірі Ерсұлтан Әлімбетов 40 келі салмақта сынға түсті. Бұлғар қолғапты соңғы 5 жылдан бері жанына серік еткен Ерсұлтан Қарағанды, Балқаш қалаларының спортшыларын айқын басымдықпен жеңді. Менің сопернигім қиын болды. Алматының чемпионым және Сәтбаев, Жезқазған қалаларының. Мен арманым осы кәсіпқой боксқа Геннадий Головкин сияқты болғым келеді. Тартысты бәсекеде жас спортшылар 28-56 келі арасындағы 15 түрлі салмақ дәрежесінде өзара кім мықтыны анықтады. Шаршалаңдағы Бұлғар қолғапшылардың әрбір шат қимылын жәйремдіктер мен өзге аудан қалалардан келген қонақтар тапжылмай тамашалады. Осыған дейін жасөспірімдерді боксқа баулып келген Рымғали Мұздыбаевтың да бұл турнир жөнінде өз айтары бар. Енді тікелей демеушіміз кастинг біздің. Және кішігірім кәсіпкерлер осы демеушілік жасап жатыр. Қазір өткізіп жатқан жарысымыз балалар күні арнап өткізіп жатырмыз. Енді келесі жылы бұл жарыс тағы жалғасын табады. Осындай жарыстардан балалар тәжірибе жинайды. Осы жарыстардан балалар өседі. Байрақты бәсекенің жабылу салтанатында сөз алған Жәйрем кент әкімі мен кастинг және өзге де кәсіпорын өкілдері жарыстың тартысты өткізген спортшыларға алғыстарын білдірді. 2 күнге жалғасқан жарыс қорытындысы бойынша 15 салмақ жеңімпаздарына жалпы жүлде қоры 500 мың теңге ақшалай сыйлықтар табысталды. Жәйремде, кентімізде спортқа ден қойып жүрген азаматтар саны жылдан жыл сайын көбейіп келе жатыр. Жетістіктер мен жемістер де көбейіп келе жатыр. Бокспен айналысатын 40 шақты бала бар бізде. Спортқа көмек көрсетіп отқан мекемелер мен жеке кәсіпкерлерге және жанашыр азаматтарға алғысымды білдіргім келеді. Осыған дейін жәйремдік жастар жергілікті білім ошағы мен мәдениет үйі ішінде жаттығып келген. 2007-2008 жыл туған балалар арасында Жәйрем кентінің біріншілігін республикалық деңгейде өткізу жоспарда бар дейді ұйымдастырушылар. Енді кең әрі жарық, барлық қажетті құралдармен жабдықталған залда бокспен ғана емес, спортшылар күреспен, сондай-ақ өзге де спорт түрлерімен айналысатын болады. Мақсат Бисенаев, Жайнат Жақсыбаев, Аман Хамид, Сарыарқа телеарнасы.